Армысыздар, қадірлі ұстаздар мен оқушылар. Бүгін менің туған күнім. Ой пәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзіма, тәңірдің бір жарыспай-ақ қойған-ай дей келе. Бүгінгі қазақ поэзиясының хан тәңірі болған ақиық ақынымыз Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына арналған "Мен өмірді жырлау үшін келгенмін" атты мәнерлеп оқу Қазақтың әйгілі сыршыл, гуманист, ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Нарынқол ауданы Қарасаз кеңшарында дүниеге келген. Ақынның азан шақырылып қойылған аты Мұхамедқали. Пайғамбардың атын алып жүру жас балаға ауырлық етеді деп ата-анасы оны кішкентай күнінен Мұқағали деп еркелетіп атап кеткен. Мұқағалидың әкесінің аты Сүлеймен, ал анасының аты Нағиман. Бастауыш сыныпты Қарасазда оқып, орта мектепті аудан орталығы Нарынқолда интернатта оқып бітіреді. Балалық шағы соғыс пен тұспа-тұс келген Мұқағали өлеңді 11 жасынан бастап жаза бастайды. Ең алғашқы өлеңдері 1948 жылы Советтік шекара газетінде жариялана бастады. Мұқағали ағамыз орта мектепті бітірген соң ауылдың хатшысы, Қызыл отаудың меңгерушісі, комсомол қызметінде болып, 1949 жылы көктемде Лашын апамызбен өз отбасын құрды. Дүниеге 5 бала өмірге әкелді. Ал Майгүл есімді қызы 10 жасында қазаға ұшырап, Мұқағали ағамыздың қабырғасын қайыстырды. Кейін 1962 жылы маусым айында Алматыға көшіп келіп, осы жерде өзінің көптеген шығармаларын дүниеге әкелген. Мұқағалиды ақын еткен де, мәртебесін биіктеткен де, ақынды ғарышқа самғатқан да осы қазақтың қара өлеңі. Мұқағали Мақатаев 1976 жылы 27 наурызда өмірден өтті. Халық ақыны, қазақ жырының шоқ жұлдызы, сұлулық сарайының шебер тас қалаушысы, тірі болғанда биыл ақпанның 9-ында 90 жасқа толар еді. Бүгін сонау 20 ғасырдың арман қиялы, ақ қарлы Алатау жаққа шарпыған асқақ мұзақ шыңдарға қарай қанаты талмастан биіктен биікке самғаумен келе жатқан ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың әлемі жайында ой бөліспекпіз. Мен Ерік Айша. Қазынам бар біреуге берсем бекес. Өкпеледім бермесем берсем бөтен. Бар байлықты қойнама тығып алып, әлде мына құмдардай өлсем бекен. Қазынам бар біреуге қисам бекен. Ренжидау қимасам қисам бөтен. Әлде мына даладай бар байлықты бір өзім емделіп жисам бекен. Қазынам бар тәуекел сатсам бекен. Өзімдікін өзгеге сатсам бөтен. Әлде мына таулардай бүркені бар, бүк түсіп теріс қарап жатсам бекен. Қазынам бар қисапсыз шектеледі, қызғанады біреулер шек көреді. Сен алдымен зерттеймін. Мен Байсахан Мадина. Отан, сен болмасаң етерем, мәңгілікке бақытсыз болып өтерем, өмірден бұл өксуменен кетерем. Құс ұясыз, жұртқыш үнсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін өзі қорлайды да сорлайды. Тірі адамға сол қайғы. Күн көреді әкесіз де анасыз, өмір сүрер әйелсіз де баласыз. Ал отансыз, нағыз сорлы панасыз. Білесің бе отанның сен не екенін? Екі отан жоқ, жалғыз отан мекені. Мен Берқажа, Мұқағалиға арнау. Мұқағали қазақтың дана ақыны, Мұқағали қазақтың дара ақыны. Ғашықтардың сезімін жыға қосып, поэзияны өрнеткен дала ақыны. Қара саздың өлеңнің, қара едің, қара сөздің құлыптың лагерін. Әр өлеңнен бір сабақ бізге арналған. Өлмей тұғыр астынан сөз қалдырған. Өзің сынды ақындардың арасынан талантыны таппаймыз сіз секілді. Шын ақын сөзің асыл баға жетпес. Бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес.
ұлы ақын боп, дарақан боп қаласыз сіз, қазақтың жүрегінен мәңгі кетпес. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері, жыр шумақтары ғасырдан ғасырға жалғаса береді. Есімі жалпы қазақ баласына ыстық екені сөзсіз. Ұрпақтары Мұқағалиді ешқашанда ұмытпақ емес. Ұлы ойшыл кереметтей көркем өлеңдерімен мәңгі жасай бермек. Назарларыңызға рахмет.